Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханымыздың сәнін келтіретін керемет салаттың рецептімен бөлісемін. Қажет заттарымызды осылай дайындап аламыз. Тауық етін, картопты, жұмыртқаны барлығын суға пісіріп алдым. Енді осылай ұсақтап турап шығатын боламыз. Картопты осылай 4 бұрыштап турап алыңыздар. Сәбізді де осылай 4 бұрыштап турап алдым. Енді жұмыртқамызды турайтын боламыз. Жұмыртқаның сары уызын ақ уызынан осылай ажыратып алып, бөлек-бөлек тураңыздар. Сырды осылай үккіштен шығарып алдым. Енді тарелкамызға осындай салат жапырағын жайып, үстіне осы форманы қойып, заттарымызды салатын боламыз. Бірінші картопымызды салып, тегістеп алатын боламыз. Одан соң қажет мөлшерде майонезімізді жағып шығамыз. Одан соң пісірілген тауық етінде осылай жайып, оның үстіне тағы да майонез жағып шығамыз. Енді кезекте консервіленген жүгерімізді саламыз. Оны да осылай бір тегістеп жайып шығып, үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Сәбізді де дәл осылай орналастырып, оның да үстіне майонез жағып шығатын боламыз. Ендігі кезекте жұмыртқамыздың сары уызында, ақ уызында араластырып, осылай жайып шығыңыздар. Одан соң майонез жағып, тағы да осылай тегістеп алыңыздар. Енді бетіне үккіштен өткерілген сырымызды осылай сеуіп шығыңыздар. Формасын ұстап тұру үшін тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып алыңыздар. Мінекей салатымыз дайын болды. Үйдегі бар заттардан өте оңай, аз уақыт ішінде дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бетіне әсемдік үшін салат жапырағын осындай майдалап турап сеуіп шықтым. Егер осы рецепт ұнаған болса, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, назарларыңызға көп-көп рахмет. Келе жатқан жаңа жылыңыз құтты болсын.